Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін біз сіздермен осындай дәмді смайлик кекс жасайтын боламыз. Бізге ол үшін 2 жұмыртқа қажет. 2 жұмыртқамызды ыдысымызға салып аламыз. Венчикпен араластырамыз. Қантымызды қосамыз. Массамыз ағарғанша венчикпен араластырамыз, қант ергенше. Сұйық майымызды қосамыз. Араластырып аламыз. Келесі кезекте айранымызды қосамыз. Бір шай қасық ас содасын қосамыз. Араластырамыз. Кішкене ыдысқа алып аламыз. Бұған какао араластырып, смайлик жасау үшін қолданамыз. Ұнымызды қосамыз. Араластырып аламыз. Тағы да кішкене ұн қосамыз. Енді бұны кондитерлік қапшыққа салып, кекстің қалыптарына құямыз. Менде 2 түрлі кекстің қалыбы. Осылай істеп, смайлик жасап аламыз. Және 180 градуста пісіріп аламыз. Осындай дәмді кекстер пайда болды. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Ас болсын барлықтарыңызға.